Ассаламу алейкум. Жалпы біздің жұмысымыздың деңгейі осылай болып тұр. Бұрыштардың бәрін қойып алдық. Негізге мұнда деген ары қарап шығып, осы үстіндердің араларын бәрін жалғаймыз. Тіке шығаратын бәрін шығарып, уровеньдерін қойып. Енді бұл жерде ағаштарда азғантай ауытқулар болып тұр. Фиксаторлар бізге жақсы жәрдем болып тұр. Алхамдулилля. Так. Гидроизоляцияларды қойып тұрмыз. Мұнда біз қатыру әдісіміз поочередный болып тұр. Бірінші қойылады, былай қатырылады, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, кейін сырттан. Тағы мына жерден қосымша тағы да шуруп береміз. Оның астыларынан да қатырып жатырмыз, иншалла. Сонымен жай үйіміздің основаниясы негізі құрылуда. Жұмыстың деңгейі жайлап шығарылып кетіліп жатыр. Арка араларын бәрін қосатын жерлерін бәрін қосамыз. Так, свайлардың астыларын осылай қаздық. Себебі біз астынан бұяқта темірге қатыруымыз керек. Мына темірге қатыруымыз керек болады. Наветтен. Сол үшін бізде шуруповерт симай астыларын бәрін қазып кеңейтіп алдық. Негізі бізде гидроизоляцияның орнында да басқа материалдар бар. Оны да көрсетеміз кейін. Қазіргі таңдағы жұмыстың деңгейі осылай болып тұр. Және де Шымкент қаласы Қазақстанда жақсы ағаштарды жеткізу поставщиктарды білсеңіздер, жазып кетіңіздер, айтыңыздар. Көрейік. Жұмыс істеуге келесі маусымға бізге мықты сенімді поставщиктар керек.